Қазақстанда 2021 жыл тәуелсіздік жылы деп жарияланды. Осыған орай «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Аталмыш акция аясында 30 кітап тәуелсіздіктің 30 жылдығына атауымен танымал қазақстандық авторлардың поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма саласындағы 30 үздік шығармасы жалпы халықтық оқуға іріктелді. Сіздердің назарларыңызға «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы аясында Мәди Айымбетовтің «Бар болғаны 14 жас» кітабына шолу жасаймыз. Шығармада 7-ші сынып оқушысы Әбіл Әділовтің адами болмысының қалыптасу ерекшеліктері өміршең тартымды оқиғалар арқылы көркем әрі шебер өрнектелген. Әбділдің даңқ мүйісін ашуға белсене қатысуы, соғыс сарбазы Тұрал Молдабаевты іздестіруі, атасына деген сүйіспеншілігі, қарындасына деген қамқорлығы, кеудесінде бүршік жарған ең алғашқы махаббат сезімі тілмен өте нанымды суреттелген. Хикаятты оқып, кіршіксіз таза балалар әлеміне сапар шегіп қайтыңыз, құрметті оқырман.